Бұл видеода біз астрономия пәні және оның бөлімдері туралы қысқаша айтатын боламыз. Астрономия аспан денелері мен олардың жүйелерінің қозғалысын, құрылысын, пайда болуын және дамуын зерттейтін ғылым. Астрономия сөзі гректің екі сөзінен алынған: астрон, жұлдыз, жарық және номос, заң деген мағынада. Астрономияны оқыту тәртібіне байланысты келесі негізгі бөлімдерге бөліп қарастырады. Олар сфералық астрономия, астрометрия және практикалық астрономия, аспан механикасы, астрофизика, жұлдызды астрономия және галактикадан тыс астрономия, космогония және космология. Сфералық астрономия әртүрлі координаталар жүйесін пайдалана отырып, аспан денелерінің көрінетін орындар мен қозғалысын анықтаудың математикалық әдістерін, сондай-ақ аспан шырақтары координаталарының уақыт бойынша жүйелі түрде өзгеру теориясын әзірлейтін астрономия бөлімі. Астрометрия кеңістік пен уақытты өлшеумен айналысатын астрономияның бөлімі. Ал практикалық астрономия бөлімінде болса, географиялық координаттарды, бағыттардың азимутын, дәл уақытты анықтау әдістерімен қоса, сол параметрлерді анықтауда қолданылатын инструменттер жайында айтылады. Аспан механикасы бүкіл әлемдік тартылыс күші әсерінен аспан денелерінің қозғалыс заңдарын зерттейді, аспан денелерінің массасы мен пішінін және олардың жүйелерінің тұрақтылығын анықтайды. Астрофизика аспан объектілерінің құрылымын, физикалық қасиеттерін және химиялық құрамын зерттейді. Ол өз ішінде теориялық және практикалық астрофизика деп бөлінеді. Жұлдызды астрономия жұлдыздардың, жұлдыздық жүйелердің және жұлдыз аралық заттардың физикалық ерекшеліктерін ескере отырып, олардың кеңістікте таралуы мен қозғалыс заңдылықтарын зерттейді. Ал галактикадан тыс астрономия болса, ол біздің галактикадан тыс орналасқан объектілерді зерттеумен айналысады. Космогония аспан денелерінің, соның ішінде біздің жердің пайда болуы мен эволюциясы туралы мәселелерді зерттейді. Космология болса, әлемнің құрылысы мен дамуының жалпы заңдылықтарын зерттейді. Каналға жазылып, лайк, коммент қалдырып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.